Қалайсың, Ахмет? Жақсы. Ұялмай сұрақтарға жауап бере аласың ба? Иә. Дайынсың ғой? Иә. Келістік қой. Аха. Сәлем достар. Ең бірінші влогымызды бастар алдында танысайық. Менің атым Ануар. Астанадағы English House атты ағылшын тілі мектебінің іргесін қалаушыларының бірі ретінде бұл влогтың жүргізушісі боламын. Тағы бір кішкентай хабарламам бар. Мен Нұртас Адамбай ағаларымыз сияқты әлі кино, не видео түсіре алмаймын. Бірақ сіздердің мектеп өміріне деген қызығушылықты тудыруға тырысамын. Бұдан не боларын бірге көрерміз. Бүгінгі көрсетілім 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Ахмет есімді студентімізбен сіздерді таныстырамыз. 5-6 минуттан соң жалғасын көресіз. Екінші бөлімде мен жалпы влогты бастау себебін түсіндіремін. Ал үшінші бөлімде мектеп тарихы туралы әңгіме қозғаймын. Екінші бөлімнің жалпы сұрағына келетін болсақ, қазіргі күнде біз уақытымыздың 80%-ын ғаламторда өткіземіз. Мысалы, жаңалықтарды да ғаламтордан немесе әлеуметтік желілерден көреміз, оқимыз. Тағы бір қызық жағдай, мысалы, біз ұйықтасақ та, демалсақ та, жұмыс істесек те смартфондарымызды әрқашанда қолжетімді жерде ұстаймыз. Сондықтан біз де сіздермен қарым-қатынасты заманға сай түрде жүргізгіміз келеді. Жалпы осы сұраққа толық жауап бердім деп ойлаймын. Жалпы мектебіміздің тарихы туралы айтатын болсам, біз жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде 2006 жылы пайда болдық. Алғашында Work and Travel атты бағдарламаға студенттерді қабылдаумен айналыстық. Work and Travel туралы қысқаша айтсам, бұл бағдарлама қазақстандық студенттерге жазғы уақыты кезінде Америкада жұмыс тәжірибесін алуға және де ағылшын тілін жетік меңгеруге мүмкіндік береді. Ең бірінші студенттеріміз ақш астанасы Вашингтонда орналасқан бассейндерде құтқарушы болып жұмыс істеді. 2007 жылы жіберген студенттеріміздің арасында үшеуі ең үздік құтқарушы атағына ие болды. Негізі Америкаға жіберген студенттеріміз жайлы естелік суреттер көп. Солардың біразын сіздерге көрсетейін. Тағы біреуі. 2008 жылдан бастап, жалпы айтқанда, біз ағылшын мектебі болып қалыптастық. Өткен 9 жылда оқу жоспарын ретке келтіріп, сонымен қатар әдістемеміз бен білім сапасын жетілдірдік. Оған дәлел ретінде әр влогымызда студенттерімізбен таныстырып, олардың мүмкіндіктерін тыңдап көресіздер. 2010 жылдан бастап қазақстандық студенттерді
Вашингтонга, Лондонга, Оксфордка, Бирмингемге, Ноттингем және Лестер қалаларына ағылшын тілін оқуға жіберіп жатырмыз. Ол туралы осындай естелік суреттеріміз бар. Бұл сол Америкада және де Англияда орналасқан мектептер жайлы анықтама мәліметті алдағы блогтарда міндетті түрде сіздерге көрсетеміз. Ал бүгінге айтарым осы. Енді Ахмет есімді студентімізді тыңдап көріңіз. Ahmed, how are you today? I am fine, thank you. What is your last name? My last name is Hikmet. Hikmet, okay. Ahmed, do you have brothers or sisters? I have one brother and one sister. What's your brother's name? My brother's name Ibrahim. Do you have grandparents? Yes, I have, but I don't have grandpa. Grandfather? Okay. How old is your grandmother? My grandmother is 59. 59. 59. Okay, very good. What time do you usually have breakfast? At 11 o'clock. And do you play video games? Yes. What is your favorite computer game? My favorite computer game is Undertale. Undertale. Okay. Ahmed, thank you very much.